Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын гуляш тағамның рецептісін көрсеткім келіп отыр. Видеоны асықпай, міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен картошкаларымызды тазалап, жуып, осындай ыдысқа суымызды құйып, кішкене бір шай қасық тұзымызды салып, газге қойып, баяу отта пісіретін боламыз. Бізге осындай сиырдың еті қажет болады. Етті қатты төрт-пішті етпей, сопақтау етіп, қатты қалың емес, жұқалау емес етіп турап алатын боламыз. Пиязымызды да ай тәріздес етіп турап шығамыз. Табамызға май құйып, қатты қызғаннан кейін ғана барып, еттерімізді салып, етті қуыратын боламыз. Етті қуыра берген кезде өзінің осындай суы бөлініп шығады, сол барынша тартылып, кеткенше етті қуыратын боламыз. Бетін жауып қойып, 5 минут шамасында қуырсаңыздар жеткілікті болады. Осылайша ара-арасында қақпағын ашып, араластырып тұрыңыздар, себебі асты жабысып қалуы мүмкін. Осылай суы таусыла берген кезде біздің пияздарымызды салып, пиязымыз өлгенше 1-2 минуттай тағы да жақсылап қуырамыз. Үстінен бұрыш, қара бұрыш, кішкене паприка салып, оның үстінен 1 ас қасық томат пастасы және де 1 ас қасық ұн қажет болады. Екеуін салғаннан кейін тағы да 1 минуттай араластырамыз жақсылап. Одан кейін үстінен 1,5 стакандай су құйып, баяу отта етіміз піскенше қайнататын боламыз. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетулеріңізді сұраймын. Алдын ала рахмет. Құрамын өздеріңіздің отбасы мүшелеріңіздің көптігіне қарай көбейте берсеңіздер болады. Мен 2-3 адамға ғана жасағандықтан аз етіп жасап жатырмын. Картоптарымыз піскеннен кейін үстінен сүт және де 50 грамдай шамамен сары май салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Егер миксерлеріңіз болмаса, жай ғана картоп езетімен жақсылап біркелкі болғанша езіп шықсаңыздар болады. Бірақ та миксермен араластырсаңыздар, осындай біркелкі әдемі пюре болып шығады. Баяу отта 40 минут, 1 сағат шамасындай пісіріп аламыз. Еттің піскенін жеп көрсеңіздер болады. Егер суы азайып, жаңағыдай етіңіз әлі піспеген жағдай болып жатса, астына кішкене су құйып жіберсеңіздер болады. Міне біздің подливамыз осылай қою, әдемі болып шығады. Дәл осылай отбасыларыңызға әдемілеп, сәндеп, өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты ұсынсаңыздар болады. Пюренің орнына күріш немесе басқа да гарнирлерді пісірсеңіздер болады. Міндетті түрде дәл осы тағамды кешкі асқа жасап көріңіздер. Сіздермен болған Арайлым.